Шайқы бұрқы бірде ібілісті көріп қалады. «Әй, малғын!» дейді оған дауыстап. «Осы сен адамды, азғыруыңды қашан тоқтатасың?» «Мен оны өлгенше азғыра берем. Әлсіздердің иманын алмай қоймайым. Мен үшін ең қолайлы сәт өлім сәті» депті. Шайқы бұрқы: «Не үшін олай дедің?» «Пенденің ақтық демі тақағанда, оны шөл қысады. Бірақ қасындағы ет бауыр жақындары науқастың бұл хәлінен бейхабар болады. Сол кезде иманды ұрлауға мен келем. Бір тамшы суға зәру болып, қаталап жатқан бейшараға кесе толы суды көрсетем. Алла жоқ, пайғамбар жалған деп айтсаң, мына суды берем деп алдайым. Егер оның сенімі әлсіз болса, менің дегеніме көнеді. Иманын бір кесе суға айырбастайды». «Малғын, бір кесе таза суды саған кім береді?» деп сұрайды. «Менде таза су жоқ. Кеседегі су оның өмір бойы әжетханаға түкірген өз түкірігі. Әжетхана менің үйім болғандықтан, мен оның бәрін жинап сақтайым. Иманын сатқан сәтте түкірген бетіне шашы жіберем» депті шайтан. Шайқы бұрқының тұла бойы түршігіп кетеді. Содан бастап әжетхана ішінде түкіруге болмайды деген тыйым қалыпты.